Сәлем менің оқырмандарым. Қазақша арнаны қолдап, жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сөйтіп жүріп Ұлжан өмірге екінші қызын алып келді. Бір бала тапқанда өзін құдайдай кеп санамай жүретін Ұлжан енді тіпті ата-енесі мен күйеуін бет қаратпайтын еді. Атасы мен енесі де бастарына түскен нәубетке барынша шыдап бағып, жалғыз ұлдарының сағын сындырып, балапандарынан айырмау үшін үндемейтін болды. Қысқасы, сол үйдегілердің бәріне де Ұлжан келіннің ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып, ешкім тыпырлай алмайтын халге жетті. Сөйтіп жүргенде өмір бойы көрген бейнеті мен қыс бойы киген жеңіл киімнің салқыны шығып, Ұлжанның анасы ауырып жатып қалды. Атасы мен енесі келіндерін анасын бағып қағуға жіберіп, екінші сәбиді де бауырларына басып, үйлерінде алып қалып өздері бақты. Анасының ауруына қаншама шипа іздеп жүгіргенімен сырқатына ем табылмай, Ұлжанның анасы 6 ай төсек тартып жатып, Алланың бұйрығы келген күні өмірден озып кете барды. Есболатпен ата-енесі жабылып, Ұлжанның анасын арулап қара жерге тапсырған соң, Ұлжан біраз уақыт өз-өзіне келе алмай, көңілі жабырқап, оңашада жылап алатындығын. Сондай кездерде енесі келіннің жанына жалау болып, ендігі жерде анасының орнын басып қамқор болуға тырысатынын айтып жұбататын. Сөйтіп, арада жылдар зымырап өтіп, тағы 3-4 жыл салып, келіндері 3-ші балаға аяғы ауырлады. 3-ші сәбилері ат ұстар ұл бала болып дүние есігін ашқанда, Есболаттың да ата-ененің де шығарға жандары қалмай, бәйге тігіп ат шаптырып той жасамаса да, сүйіншіге ақ сарбаз атап, дүрілдетіп тұрып баланың өмірге келуін атап өтті. 2 қызды қарап бағуды ата-енесі толықтай өз мойындарына алып, Ұлжанға артық салмақ түсірмеуге тырысып бақты. Өмірге 3-ші сәбиді алып келген соң келіндері бұрынғысынан да күш алып, ата-ене мен күйеуді уысынан шығармайтын болды. Әуелде заты жуас бұл үйдің адамдары бастарына салған нәубетке көндігіп, келінге қарап жақ ашпайтын болды. Сөйтіп жүргенде атасы науқасқа шалдығып, дәрігерге қаралғанымен ауруға шипа табылмай төсекке таңылды. Атасының ауырып төсекке таңылғаны көріп біліп жүрсе де, Ұлжан кішкентай сәбиін сылтауратып, төсек тартып жатқан жанды күтіп, баптауға құлшыныс білдіре қоймаған соң, 2 немересімен алыса жүгіріп кемпірі шалын өзі жуындырып, тамағын беріп, төсегін ауыстырып, лас жаймаларды өзі жуып алатын. Кешкісін Есболат жұмыстан келгенде анасына қолғабысын жасап, әкесіне қарасып тұрғанымен келіншегіне ештеңе дей қоймады. Күні бойы шалының төсекте жас балаша жаутаңдап жатқанын көріп, шалын аяғанымен өзінің кішкентайларымен алысып жүріп, ауру шалын бағып қағу қиындығын қатты сезінген ана байғұс ішінен: Алла, мені алар болсаң дәл осылай төсекке таңып жатқызып қоймай бірден жанымды ала көрші деп іштей Аллаға сиынып тілек тілейтін еді. Шалының жанына шипа іздеп қаншама жүгіргенімен де шалы сол жатқаны оңала алмай, араға бірнеше ай салып, бұл жалғаннан дәм тұзы таусылып өмірді тастап ана дүниеге кете барды. Шалы өмірден өтіп кеткен соң келіні бұрынғысынан да күш алып, енесі мен күйеуін тыпырлатпайтын болып алды. Келіні ашуланса, бар ашуын Есболаттан алып, баласының 2 аяғын бір етікке тығатынын көріп, жүрегі шайылып қалған ана байғұс баласының басының тыныштығы үшін келініне қарап жақ ашпайтын болды. Сөйтіп жүріп 2 немересі мектеп табалдырығын аттады. Бақтарына қарай 2 қызы сабаққа жақсы болды. Өсіп қалған 2 қыз аналары әжесі мен әкелеріне айқайлап жатса, араға түсіп екеуін қорғаштайтын болды. Қолдарынан келгенше әжелеріне қолғабыс қылып, әжелерін ренжітпеуге барларын салып бағатын. Келіндері кесірлі болса да,
немерелерінің анасына тартпай мейірімді болып өсіп келе жатқаны іштей тәубесін айтып отыратын әже осы балапандарына қарап отырып жақсы тәрбие бере алғанына шүкіршілік айтатын еді. Қыздар да анасынан гөрі әжесіне жақын болып, аналарын жандарына қатты жақын тарта қоймады. Аналары шайпауланып, әжелеріне ұрсып жатса, әжелерін қызғыштай қорғаштап, аналарына қатты сөз айтып, басып тастайтын болды. Соның бәрін естіп көріп жүрген Кейуана немерелерінің бастарына бармақтай болса да бақ бере көр деп күнде Алладан тілеп, немерелерінің сыртынан ақ батасын жаудырып отыратын еді. Ал ұл немересі қақ-соқпен ісі жоқ болып, әкесіне тартып ынжық болып ер жетіп келе жатты. Сөйтіп жүргенде Ұлжанның енесінің шалы ауырып жатқанда тілеген тілегі қабыл болды ма кім білсін. Бір кеште қан қысымы қатты көтеріліп құлап, содан еш жей алмай, айналасы бірер сағаттың ішінде өмірімен қоштасып, жеңсіз көйлекке оранып, шалының артынан кете барды. Кейуана келінге деген өкпесін ешкімге жария қылмастан өзімен бірге қара жердің қойына ала кетті. Бірақ келіне ақ батасын да берместен өзімен бірге ала кетті. Енесі мен атасы өмірден өткен соң ғана ата-ененің қадірін түсінгендей болған Ұлжан енесін арулап жер қойнына тапсырып, артынан Құран бағыштап тұрғанымен іштей енесі мен атасының бұл жалғаннан өзіне өкпелеп кеткені ойлағанда жас кезіндегі жіберген қателігіне қатты өкініп, сол өкінішті өзегін өтеп жібере жаздайтын еді. Бірақ өткенді қайтара ала алмайтынын біліп, бармағын шайнағанымен де бәрібір кешеді. Сөйтіп жүргенде қыздары ақылды болып бой жетіп, мектептен алған білімдерін әрі қарай мамандық алумен ұштастырып, бір-бір мамандық иесі болған соң, өздеріне бұйырған шаңыраққа келін болып түсіп, әжелерінен берген тәрбиелерін жадыларынан шығармай, жақсы келін болып, өз ұяларын тауып кетті. Ұлда ер жетіп мектепті бітірген соң, еңбекке араласып, жасы 25-ке келгенде шаңырақ құрды. Жаңа ғана немереге қолдары жетіп, енді немерелерінің қызығын көреміз бе деген шақтарында жан-жары да жұмыстан келе құлап о дүниелік болып ата-анасының артынан кете барды. Шалының артында тұяғы қалып ұрпақтары жалғасып жатқанына қуанғанымен Ұлжанның басында да қазір кезіндегі ата-енесіне көрген сол жағдайды қайталанып, кесірлі келінге баласының құлағының тыныштығы үшін ғана көніп жүрген жайы бар. Ата-анаға не көрсетсең, алдыңа сол қайта айналып өз басыңа келетін Ұлжан ана қазір ғана түсініп, басына салған тағдырға мойын ұсынып отырған жайы бар. Барымызды тірісінде қадірлегенге жетер ештеңе жоқ екен ғой шіркін. Соңы